негізі Құдайдың сөзінде айтады ғой, тағы осы Аматайдың 6-шы тарауында, мына даладағы қызғалдақтарға қараңдаршы, Иә. неге уайымдейсіңдер? Иә, иә. Қызғалдақтың өзін Құдай керемет қылып киіндіріп қойған. Иә. Қандай күшті дамыған. Әдемі, сүйсінесің сол нәрсе қызғалдақ. Даже құстарға қараңдаршы дейді. Құстардың өзінің үйлері жоқ оның дейді. Иә. Күнделікті жинап жатқан жаңағы запас тамақтары да жоқ. Иә, иә. Бірақ Құдай оларды асырап жатыр дейді. Иә, дәл солай, дәл солай. Енді сенім керек сияқты ғой бұл жерде, сондай. Иә, бұл жерде сенім керек, бұл жерде ақылданалық керек. Және мен үшін деген мен бірінші орын маңызды, ең бір маңыздысы не? Мысалы, мен бүйтіп айтпаймын, бай болу дұрыс емес деп отырған жоқпын. Иә, мысалы, адамның жүрегінде бірінші орын не тұр? Егер мысалы адамда шын мәнінде соны Құдай оны жарылқап, соны миллиондаған долларлары болып тұрып, бірақ оның жүрегі бірінші орында, жаңағы ізгі хабар, бірінші орында оның жүрегі осы шын мәнінде сенім болса, ол жақсы. Бірақ адам қолында ештеңе бір тиыны жоқ, бірақ бар ойлайтын оның ақша оның Құдай болып кеткен, ақша оның арманы болып кеткен, көзін жұмса көзіне доллар елестеп тұрса, әрине ол деген жаңағы өте қауіпті ғой. Өте қауіпті. Жаңағы ол мына келтаптың үйретуіне қарсы, жаңағы кішіпейіл миллионердің жанында ол жаңағы Құдайдан әлдеқайда алшақ болады.